Келесі бағдарламада өзіңіздің ұл-қыздарыңыздың сұхбат бергенін қаласаңыз, біздің бағдарламаға хабарласыңыздар. Жұлдыздар Академиясы сіздерді күтеді. Келесі болған жұлдызын бірге жағайық. Сәлем, бізді көптен күткен көрермен, не болмаса кездейсоқ көріп қалған көрермендеріміз. Мен Қазбек Досбек. Біз бастаймыз. Сәлем. Сәлем. Есімің кім? Мағжан. Шараяды. Қанағат. Шапағат. Ерқарабек болады. Назым. Гүлнара. Арман. Фируза. Дамир. Қыздар не үшін боянады? Қыздар әдемілік үшін, сұлулық үшін боянады. Әдемі болу үшін, сұлу болу үшін, сұлу болу үшін, сұлу болу үшін, сұлу болу үшін, сұлу. Жалпы саған қайсысын ұнайды? Боянған қыздар ұнайды ма, боянбаған? Маған боянбаған әдемі қыздар ұнайды. Әдемі болу үшін. Әдемі болған үшін. Әдемі болған үшін? Болу үшін. Өзінің сұлулығын жасыру үшін. Или жоқ, өзінің табиғи сұлулығы өзіне жарасып тұрса, ол жақсы да, ал үйге боянып, өзінің түр әлпетін құртып алуы мүмкін. Жігіттерге қарау үшін өздері бірдеңке назарларыңды аудару үшін ба? Иә. Өздерін сұлу көрсету үшін, бетімдегі әжімдерін кетіру үшін. Әдемі болу үшін. Әдемі болу үшін? Олар онсыз да әдемі ғой? Тағы да әдемі болу үшін. Жалпы папугай қайда өмір сүреді? Папугай ма? Ормандарда өмір сүреді. Ормандарда не істейді ол негізі? Құйқылдайды ғой. Қуа деп. Орманда. Орманда не істейді ол? Жемдік жейді. Орманда түйектерді. Орманда түйектерде не істейді ол негізі? Папугай. Олар адамның айтқанын тыңдайды. Ормандарда көбінесе үйде. Не істейді негізі ол? Ол құс не істейді? Адамның сөйлегенін қайталап тұрады. Африкада адам не айтады, соны қайталайды. Қалай қайталайды? Және ол құсқа жатады. Құсқа жата ма? Білмейді екен ол. Орманда өмір сүреді. Папугайды білмеймін. Папугай жайлы білмеймін. Орманда Не істейді ол папугай? қайталайды. Сөйлеген сөздерді, болмаса Қалай қайталайды? іс-қимылдарды. Ормандарда. Папугай ма? Үйде. Үйдің ішінде ол айтқан сөзді қайталайды. Ал қазір мен саған бірнеше мамандықтарды айтамын, иә? Сол маманның иелері не жұмыс жасайтынын айта аласың ба маған? Сантехник. Сантехник ол құралдарды бұзылып қалған бұнды жөндейді. Олар құтқару қызметі. Сантехник ол үйдегі не? Газ ба? Иә, газ, свет соларды жөндейтін. Есепке жүйрік адам болу керек. Сантехник электрмен жұмыс жасайды. Сантехник свет па? Жарық. Ал шахтер ше? Шахталарды қазып, алтындар алып соларды істейді. Шахта қазады, үйді құрастырады. Жердің астынан бірдеңе табатын. Электронды нәрселерді жөндейтін. Жердің астын қазатын адам емес па? Шахтер деген жол емес па? Жол салады. Шахтер. Ол киноға да түседі. Даяршы. Даяршы ол жақсы тағамдарды дайындап, аспазшы олар. Таяқшы болуы мүмкін. Даяршы? Таяқшы болуы мүмкін, иә? Асханада жұмыс істейтін тағам дайындаушы адамдарды айтады. Ол кафелерде жұмыс істейді. Не істейді ол? Әлгінің жеп тастағандарын тазалайды. Тойханаларда, кафелерде адамдарға қызмет жасап жүреді. Ол кафеде жүретін, жұмыс істейтін. Адамдарға қызмет етеді. Алдын жинайды, тамақ әкеліп береді, заказ алады. Кафелерде, тойханаларда жүретін қызметкер. Клиенттердің көңілінен шығатын, өз қызметін көрсететін. Ал әртіс деген ше? Әртіс олар өнерлер көрсетіп, өзіне көрермендерді назар аударады. Олар киноға түсу не болуы мүмкін. Олар сахнада жұмыс істейді. Көбінесе киноларға түседі. Киноға түсетін актер, өзінің мамандығы сондай, әртүрлі киноларға түседі. Әртіс көптеген киноларға түседі. Әртүрлі жанрдағы, олар әртүрлі рөлдер ойнайды. Мысалы, әнші, актер, өнер саласында жүрген адам. Ол өзінің әсемдігімен жұрттың көзіне түскен адам. Негізінен киноларда да болады, әншілер. Қалай ойлайсың? Ең маңызды бізде мамандықтар қандай? Керек мамандықтар? Дәрігер. Бәрі керек сияқты ғой. Видео түсірушілер, кино түсірушілер, дәрігерлер де керек. Милициялар да керек. Милициялар керек. Тағы? Құтқару қызметтері де. Участковый да бол. Участковый да керек. Пожарник, актер. Актер мамандығы керек. Кино түсіруші адам, Мұғалімдер қажет. Мұғалім. Мұғалім керек.
Құрылысшы, пожарныйлер. мұғалім болу, Мұғалім керек. әншілік, керек. математик, сантехник та болу керек. Сантехник керек, иә. Былай айтқанда жігітке жетерлері де аз дейді ғой. Менің ойымша блогер, әнші, актриса, актер, дәрігер де керек па? Жоқ, жалпы қоғамға. Дәрігер, мұғалім, полиция. Дәрігер, өрт сөндіруші, полицей, Дәрігер, Дәрігер. мұғалім, актер, пожарный. Құрылысшылар үйлер салады, Құрылысшы керек. көше салады. Дәл қазіргі кезде мысалы дәрігер. Қазіргі заманға сай, қазіргі заманның бағытына үйрететін мұғалімдер. Актер мамандығы керек. Әртіс мамандығы керек. Дәрігер де керек. Барлық мамандық керек. Сенің досың сенің ақшаңды не болмаса бір сенің керемет затың біреуін алып кетсе. Қанша уақыт дос болмай араласпай жүресің? Мен енді олай істеме, айтпаса дос болмай қоямын деп, ондай кешіре саламын. 1 сағат, 2 сағат. 1 сағат, 2 сағатта ашуың тарай ма? 2 ай ойнамадық бұрында ұрысып қалған. Мүлдем дос болмайды. Неге? Неге? Ренжіп, ол тартып алды мені. Мүлдем араласпайсың ба? Мен онымен достасуға ұяламын. Мен көп күндер араласпай жүремін. 5 ай, 6 ай дегендей. Араласпағанда бір 2-3 күн ғой. Одан кейін достасып кетеміз. Алып қойса. Сол жерде достығымды жеп. Неге? Өйткені маған сатқындық ұнамайды. Және мен өзіме иелі затымды ешкімге бергім келмейді. Араласпаймын, вообще араласпаймын. Қойш? Иә. Мүлдем? Иә. Өмір бақи? Иә. Ол сұрап алса ғана берем, сұрап алмаса, тәртіп алатын болса, вообще араласпаймын. Жарты сағаттай. Жарты сағаттан кейін қайтадан кешіріп дос болып кетесің ба? Иә. Жалпы балаларды қорғау күні деген қай күн? Балаларды қорғау күні ол что-то есіме түспей жатыр. Ошақ білмей қалдым. Неге білмей қалдың? Үйде жаттап жүргенім. Сол балаларды қорғау күні деген жалпы кім ойлап тапқан? Милициялар. 1 қаңтар. Балаларды қорғау күнін кім ойлап тапқан? Халық? Мен ойымша. Қалай ойлап тапқан? Балалар ол кезде қыдырады, әр жерге барады, балмұздақ жейді, ата-анасымен көңіл көтереді. 1 мамыр. Оны кім ойлап тапқан? Балаларды қорғау күні деп. Жалпы балаларды қорғау күні деген қалай түсінесің өзің? Балаларды қорғау күні деген кішкентай өсіп келе жатқан балаларды қорғау, құрметтеу, тәрбие беру, солай деп түсінемін. 1 май. 1 мамыр балаларды қорғау күні. Сол балаларды қорғау күні кім ойлап тапқан? Жақсы мейірімді адамдар шығар деп ойлаймын. Ата-анасы қарамай тастап кеткен балаларға қарап сөйткен осы күн деп белгілеп кеткен шығар. 6 шілде балалар күні. Иә, балалар күні 6 шілде. Өйткені бізде Астанада арнайы салюттер атылады, иә? 6 шілдеде балалардың құрметіне салюттер атылып, шетелден небір әртістер шақырылады, иә? 6 шілде күні. Ой, тамаша. Не деген біздің балаларға деген құрмет десеңізші 6 шілдеге. Балаларды қорғау күні 9 май. 9 майда балаларды қорғау күні. Иә. Ол кезде үлкен парадтар болады, Иә. балаларды қорғап, сол жерде үлкен парад болып, танкілер шығады, Иә. балаларды қорғауға. Ата-анаң сенің айтқаныңның бәрін істеймін десе, бәрін істеймін десе, ең бірінші нені істетесің? Ата-аналарын істеймін десе, ол мен үйді сәндеп, әдемілеп істетін едім. Сосын өзіме керемет заттар алатын едім. Аналарыма да өздеріңізге алып беретін едім. Бірінші мейрам кино студиясына барамыз деймін. Ескі ағаш егеміз, тапшырам. Мені әншілік балапан жұлдыз сондайға барыңыз дейді. Не ішесіз? Мамам болса болады. Үй жинамаймын дейтін. Неге? Күнде үй жинайсың. Бір өзің жинайсың ба? Иә. Жоқ, бір өзім бағана мамамен жинаймын. Киноға түсемін деп айтылып. Оқуға түсуді армандаймын, актриса болуды. Солар істеп беріңдер болды. Келеді, пока что осы деп отырмын дейсің ба? Жоқ, енді тек ата-анам істеп бермейді. Мен өзім атсалысам. Отбасым аман болсын. Бізге бір ән айтып бере аласың ба? Иә. Айтып берші. Көзімнің қарасы, көңілім санасы, бітпей
жарасы, бітпейді іштегі ғашықтық жарасы. Иә, ұнады. Не себепті ұнады? Бұл қызық, өте қызық, сол үшін ұнады маған. Иә, өте қатты ұнады. Не себепті ұнады? Себебі бұл жерде барлық өнерлерін көрсетесің, және де өз мамандығын табасың. Иә. Не себепті ұнады? Бұл жерде көңілді, өзіңді ашық көрсете аласың, қысылмайсың, еркін боласың. Әрине. Не себепті? Қызықты сұрақтар, сізбен бірге сұхбат беру. Несімен ұнады? Өйткені қызық маған. Келесі кезекте сіздің де балаңыз осылай сұхбат берген қаласаңыздар, Жұлдыздар Академиясы сіздерді күтеді. Келесі жұлдыздың бағын бірге жағайық. Рахмет.